Түркістан облысы полиция департаменті криминалдық полиция басқармасы мен Келес аудандық полиция бөлімінің қызметкерлері жедел іздестіру шаралары кезінде Келес ауданында бірнеше жайт мал ұрлығын жасаған қылмыстық топты ұстады. Келестік тұрғынның 3 бас сиырының жайылынан ұрланған шағымы негізінде құрылған жедел тергеу тобы оң нәтижеге жетті. Тәртіп сақшылары ұрылардың ізіне түсу үшін шұғыл және жоспарланған әрекеттерді жүзеге асырды. Мал жайылымдарына шығып, тиянақты тексерулерді ұйымдастырды. Көрген білгендерден жауап алып, жан-жақты сұрастыру жұмыстарын жүргізді. Нәтижесінде күдікті ретінде жергілікті тұрғынның жеке басы анықталып, ол тұрғылықты мекен жайынан ұсталды. Тексеру кезінде күдікті жас жігіттің өзімен бірге мал ұрлығымен айналысқан, яғни қылмысты ұйымдастырушы, тағы бір күдікті мен ұрланған малдарды сатып алушы сыбайластары бар екені анықталды. Осыдан соң полицейлер қалған азаматтарды ұстау жұмыстарын жүргізіп, 6 бірдей күдіктіні қолға түсірді. Олар келтірген шығын көлемі 10 миллион теңгеден асады. Тиянақты тексеру мен зерделеу барысында осы ұсталғандардың 14 жайт мал ұрлығына қатысы бары анықталды. Белгілі болғандай, күдіктілер қылмыс жасау барысында өз рөлдерін алдын ала жоспар бойынша орындаған. Мысалы, басты күдікті мал жайылымында қараусыз жүрген жылқы сиырларды байқаған бойда өзінің ұсақ малдарына қосып айдап әкетіп отырған. Содан сыбайлас екеуі ұрланған барлығы 28 үй жануарын сатып алушыларға қасапшыға арзан бағада өткізген. Күдіктілерден газель маркалы көлігі мен ұрланған малдардың бір бөлігі тәркіленіп алынды. Қазіргі таңда Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 188 бабының бірінші бөлігі, яғни мал ұрлығы бабымен сотқа дейінгі тергеп тексеру амалдары жүргізілуде.